Қайырлы күн, менің ағылшын тілін оқып жүрген көрермендерім, оқырмандарым. Бүгін 68-ші сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Сіздер білесіздер, мен сіздерге тек жалаң кітаптағы ғана берілген мәтіндерді бермей, өмірде нағыз американдықтар, ағылшын тілінде сөйлейтін халықтардың күнделікті қолданатын сөздері, олар қалай бір-бірімен амандасады, қалай сөйлеседі, сол туралы да сіздерге айтып жүруге, үйретуге тырысамын. Сондай мысалдардың бірі бүгін біз бір әріптесіміздің өзінің әріптестеріне, яғни бізге жазған хатын мен сізді таныстырамын. Яғни ол не хат? Біздің әріптесіміз бізбен бірге біраз жұмыс істеп, одан кейін Қазақстаннан кетер кезде біз оны шығарып салдық. Жылы тілектерімізді айтып, сонан кейін ол бізге хат жазды. Енді сол хатқа тоқталып, оқып, аударып, жаңа сөздерді есімізге сақтап, мүмкіншілік болса, сізде оны өзіңіз сөйлегенде, хат жазғанда қолдануға тырысыңыз. Сонымен 68-ші сабақ. Thank you letter to colleagues, friends. Достарыма, әріптестеріме алғыс хат. Біріншімен оқиын, сосын сіздермен бірігіп аударамыз. Thank you so much for a wonderful, memorable night. And thanks to all of you for making the last 2 years so special. When I first arrived here back in January 2017 and stepped off the plane, it was dark, snowing, icy, and freezing. I thought, what have I gotten myself to? What have I gotten myself into? I quickly learned that the warmth of the people here make up for the cold winters. Thank you for your kindness, patience, willingness to teach me, dedication, hard work, and friendship. I'm honored and so very lucky to have been a part of this amazing team. All my best, Ashley. Енді жаңағы Ashley'дің хатын аударып көрейік. Сонымен, thank you so much for a wonderful, memorable night. Wonderful, замечательный деген сөзге тамаша, memorable, есте қаларлықтай. Тамаша, есте қаларлықтай кеш өткізгендеріңіз үшін рахмет айтамын. And thanks to all of you. Thanks-ті біліп отырсыз, to all of you, барлығыңызға деген сөз. For making the last 2 years so special. Соңғы 2 жылды соншалықты өзгеше қылып өткізуіме менің себепкер болғаныңыз үшін рахмет айтамын деген сөз. Мен жерде себепкер деген сөз жоқ, бірақ біз оны қазақ тіліне аударғанда қосамыз, өйткені ол бір аударманың сондай әдіс тәсілі, ол басқа тема. Мен сіздерге қысқаша түсіндіріп кеттім, өйткені себепкер деген сөз жоқ қой, неге олай айтты деп ойлауыңыз мүмкін. Ары қарай кеттік. When I first arrived here back in January 2017, мен осы жерге ең алғаш рет 2017-нің қаңтарында келгенімде, arrived, келу, қандай да бір көлікпен келуді arrived дейміз. 2017-ні 2017 деп айтуға болады, бірақ кейбір американдықтар 2017 деп айтады, 2017, 2030 деген сияқты. And stepped off the plane, step off, ұшақтан шығу, plane, ұшақ. Мына жерде off деген предлог, қандай да бір тұйық кеңістіктен сыртқа шығу, немесе қандай да бір тұйық кеңістіктен қандай да бір затты сыртқа қарай алып шығуды білдіреді, off деген. Егер де бір ғана F тұрса, мына жерде 2 off тұр, онда off деп оқимыз, онда of деп оқимыз, of. Жақсы ма? Ары қарай, and stepped off the plane, it was dark, өте қараңғы еді. Snowing, қар жауып тұрған еді. Icy, тайғанақ еді, мұз қатқан еді. And freezing, freezing cold деген сөз бар, қатты үсіп, қатыратын суық. Ауа райы осындай еді. I thought, мен былай ойладым. What I have gotten myself into. Мен өзіме не істедім? Қай жерге мен келдім?
неге осындай шешім шығардым деген сияқты, иә? I quickly learned, quickly тез, learned, үйрендім. The warmth of the people here, the warmth, жылылық, of the people here, осы жердегі адамдардың жылылығы, make up for the cold winters. Make up қандай да бір нәрсенің орнын толтыру. Яғни бұл сөйлемді сөзбе-сөз емес, былай мағынамен аударсақ, мен осы жердегі қыстың суықтығының адамдардың жылылығы толтыратынын тез үйрендім деп аударуға болады. Ары қарай, thank you for your kindness. Thank you дұқтыңыз, for your kindness. Не үшін? Сіздердің мейірімділігіңіз үшін. Kindness, мейірімділік. Patience, шыдамдылығыңыз үшін. Шыдамдылық, patience. Willingness to teach me. Teach, біреуді оқыту, willingness, әзір болу. Маған әрқашан жаңа нәрселерді үйретуге дайын тұрғаныңыз үшін деген сөз. Willingness to teach me. Dedication. Dedication, жұмысқа берілгендігіңіз үшін. Бұл біздің әріптесіміз ғой. Dedication деген қандай да бір ұстанымға, жұмысқа, шаруаға, хоббиге берілу. Hard work. Hard work, ауыр жұмыс. Ал аудармасы оның сіздердің қажырлы, қайратты еңбектеріңіз үшін деген сөз. And friendship. And friendship. Және достықтарыңыз үшін. I'm honored and so very lucky to have been a part of this amazing team. Осындай тамаша команданың бір мүшесі болу мен үшін өте үлкен құрмет, және сіздермен бірге жұмыс істегеніме өзімді өте сәтті, қалай жолы болғыш деп есептеймін деген сөз. Қазақша аудармасы, мағынаның аудармасы, ал сөзбе-сөз аудармасы I'm honored. I'm honored. Мен үшін құрмет деген сөз, мен үшін құрмет, and so very lucky, және жолым болғыш, to have been a part of this amazing team. Осындай тамаша команданың бір мүшесі болу. All my best. Сізге де барлық жақсылықты тілеймін деген сөз, Ashley. Сонымен, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Осының ішіндегі жаңа сөздерді үйреніп, оларды қалай қолданар едіңіз? Соған сөйлем құрап, комментарийға жазыңыз. Мен тексеріп сізге айтамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.